Кино әлеміндегі ең танымал трилогиялық фильмдердің бірі «Маймылдар ғаламшарының» 4-ші бөлігі 7 жыл дегенде жарыққа шықты. Баршаға сәлем, бүгін сіздермен осы «Маймылдар ғаламшары» 4 жаңа империя фильмінің мазмұнын тереңінен және де басқа бөлімдерінің дәрежесін қаншалықты сақтап қалғанын қарап шығатын боламыз. Фильм алғашқы бөлімдердегі басты кейіпкер Цезардың жерленуінен басталады. Бұл жағдай фильмнің алғашқы бөлімдерінің жалғасы екенін көрсету мақсатында деп түсінеміз. Бірақ 4-ші бөлігі алғашқылармен оншалықты байланыспайды. Егер сіз алғашқы трилогияны көрмеген болсаңыз да, беймарал, осы 4-ші бөлімді түсініп көріңізге болады. Цезар деген маймыл басшыларын жерлеп болған соң, экранда бірнеше ғасыр өткеннен соң деген жазу шығады. Ол дегеніміз кемі 2 ғасыр өткенін көрсетеді. Себебі дүние жүзі қирап, адамдар дерлік жойылып кеткен. Ал әлемді ақылды маймылдар басқаруда. Олар өз алдына түрлі тайпаларға бөлінеді. Алғашында бүркіттерді қолға үйрететін тайпаны көрсетеді. Басты кейіпкер осы тайпаның мүшесі. Есімі Нова. Нова 2 дос маймылды алып бүркіттің ұясына жарға шығады. Ол жерден бүркіттің 2 жұмыртқасын ұрлап, біреуін бүркіттің өзіне қалдырады. Ал Нова тағы да бір ұяны көріп, содан өзіне бір жұмыртқаны алуды шешеді. Әрең дегенде алып, үйлеріне қайтады. Анасы мен әкесі ұлының жұмыртқа тапқанына қатты қуанады. Бірақ әкесі Новаға тоғай жаққа өтпеңдер деп қайта-қайта ескертеді. Себебі ол жақта өздері қорқатын адамдар бар деп сенеді екен. Ал ол тайпаның бүркіт асырауының себебі. Бүркіттер әртүрлі аң аулап сол тайпаны азық-түлікпен қамтамасыз етеді екен. Сол себепті әрбір ер жеткен маймыл өзіне бір жұмыртқа тауып, оны асырап баптауы парыз екен. Нова кешке азық-түліктерін реттеп жатқанда, ол жерде өзінен басқа тағы біреудің бар екенін сезеді. Сөйтсе ол адам екен. Оны ұстаймын деп жұмыртқасын сындырып алады. Оны көріп әкемнің үмітін ақтай алмадым деп түн ортасында тағы да басқа жұмыртқа табу үшін құзға жол тартады. Жолда басқа тайпа мүшелерінің бір тобы адамдарды іздеп жүргенін көріп тығылып қалады, бірақ атын көріп қояды. Сол сәтте өз иесін табады деп өзге тайпалықтар атты ұрып артынан кетеді. Ал Нова тайпамның қай жерде екенін ат тауып беретін болды деп арттарынан жаяу қуады. Нова тайпасына жетіп келсе, бағанағы бөтен тайпа маймылдары түгелдей бәрін қиратып, әкесін Нованың көзінше өлтіріп, өзіні жоғарыдан итеріп жібереді. Нова есін жоғалтады. Сосын есін жиса, біршама маймылдарды өлтіріп, қалған топ маймылдарды өздерімен алып кетіпті. Кейін әкесін жерлеп, қалған тайма мүшелерін табу мақсатында тиым салынған тоғайға жол тартады. Жолда шешесінің орамалын тауып алып, іздеуін жалғастырады. Сосын тағы да қирап қалған тайпаға кезігеді. Ол жерде тұзақ бар екен. Тұзақтан төмен құлап, сол жерден жалғыз маймылды кезіктіреді. Ол маймыл әулетінің байлығын сақтап қалу мақсатында жасырынып аман қалыпты. Байлығы дегеніміз адамдардан қалған техникаларды игеретін жазбалар жазылған кітаптар екен. Сосын әлгі ақылды маймын Новаға алғашқы бөлімдердегі Цезар жайлы көптеп мәліметтер айтады. Ал осы фильмдегі басты кейіпкеріміз Нова ол жайлы бірде-бір мәлімет білмейді екен. Соның бәрін айтып тұрғанда, Нова түнде кезіккен адам тағы да өзінің артынан жүргенін байқап қалады. Кейін әлгі білімді орангутанмен сапарыны жалғастырады. Ал кешке от жағып тамақтанады. Сол сәтте әлгі адам қастарына жақындайды. Ақылды маймыл оған тамақтарынан береді. Ертеңіне ол қызды өздерімен ала кетуге Нованы көндіреді. Сосын жолдарында бір топ адамдарды кезіктіреді. Нова әлгі қыз бен ақылды маймыл досын сол жерде қалдырып, өзі тайпаластарын табу үшін жолға шығады. Сол сәтте әлгі жауыз маймылдар тобыры бұл жерге де жетіп келіп, барлық адамдарды аңша аулай бастайды. Қыз қашып шөптің арасына тығылады. Дегенмен бәрібір ұстап алатынын біліп, Нова деп айқайлайды. Ол дыбысты Нова естіп қызды құтқарады. Оларды ақылды маймылда көріп бірге қашады. Кейін әлгі қыз өз есімі Мэй екенін айтып, мен сөйлей аламын. Және де Нованың тайпасын қайда алып кеткенін көрдім дейді. Ал ертеңіне Мэйдің нұсқауымен тайпасын табу мақсатында жолға шығады. Жолда бұларға тағы да жауыз маймылдар тобыры шабуылдап, ақылды маймылдан айырылады, ал екеуін тұтқындап өздері мекендеген орынға алып барады. Ол жерден өзінің тайпа мүшелерін табады. Оларды құлдыққа жегіпті. Ал Мэйді кітап толы бөлмеге қамайды.
Сөйтсек адамдарды технологияны меңгеру мақсатында тұтқындайды екен. Өздері адамдардан ақылды болғанымен. Адамдар жазған кітаптарды оқи алмайды екен. Ол жерде тағы бір шал бар. Ол Мэйге маймылдарға көмектесейік. Сонда ғана аман қаламыз дейді. Ал Мэй маймылдарға қарсы екенін айтады. Кейін маймылдардың патшасы Нова мен Мэйді қасына шақырып, өз жоспарымен бөліседі. Патша адамдардың кезінде қолданған құдіретті қаруларын меңгеріп, құдіретті маймылдар патшалығын құрғысы келеді екен. Нова содан кейін анасымен кездесіп, өздерінің тайпалары жойылып бара жатқанын айтады. Бүркіттері де өздерімен еріп келіпті. Бірақ ешқайсы бүркіт қастарына жоламайды. Соны көріп Нова қатты езіледі. Сол сәтте ақылды досының айтқаны есіне түсіп, бұлай болмайды деп Мэйге барып патшаны жеңудің жоспарын құрады. Кейін достарын ертіп жоспар бойынша әрекет етеді. Бірақ шал жоспарларына кедергі жасайды. Мэй шалды қылқындырып суға тастайды. Сосын маймылдар патшасы неше жылдан бері кіре алмай жүрген бункердің жасырын есігі арқылы Нова және оның достарын алып Мэй ішкеріге кіреді. Мэй өзі іздеген затты тауып, қалғандарға артқа қайтамыз деп қанша уақыттан бері ашылмай тұрған есікті ашады. Сыртта патша өз нөкерлерімен бұларды күтіп тұр екен. Сосын патша біреуін тұтқындап өлтірмек болады. Сол сәтте Мэй ішкеріден алған қаруын шығарып, жауыз маймылды атып тастайды. Патша таңырқап, ішкеріде осындай қарулар көп пе деп тұрғанда, Мэй судың тоғанын жарып жібереді. Барлық жерді түгел су басады. Маймылдар жан таласа судан қашуға тырысады. Мэй барлығын жоғарыдан бақылап тұрады. Нова өзінің тайпасына жоғарыға шығыңдар деп бұйырады. Жоғарыға барар жолда патша Новамен айқасып оған кедергі жасайды. Одан әрең құтылып өз тайпасына жетеді. Бірақ қайдан келсе де әлгі маймыл патша Новадан бұрын жетіпті. Сосын тағы да Нованы соққыға жығып. Ақыр соңында Нованың жеңілуден басқа шарасын қалдырмайды, ал Нова сол сәтте өз тайпасының әнұранын шырқай бартайды. Оған барлығы қосылады, шырқайды. Оны естіген бүркіттер маймыл патшаны шұқып жардан лақтырып жібереді. Сосын Нова өз тайпасын алып туған жерлеріне оралады. Бұрынғыдай бақытты өмір сүре бастайды. Ал фильм соңында Мэй Новамен қоштасып, басқа бункердегі адамдарға бағанағы алған затын апарып береді. Ол жерде саналы адамдар өте көп екен. Бірақ Мэйді ол жерге кіргізбейді. Сосын Мэй берген затты құрылғыға қосып, әлемнің басқа да жерлеріндегі адамдардың бар жоғын білу мақсатында сигнал жібереді. Қуаныштарына орай олардан біз бармыз деген жауап алады. Фильм осы жерден аяқталады. Достар, фильмнің осылай аяқталуына қарағанда тағы да жалғасы шығады деген сөз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Ал соңына дейін көргендеріңіз болса алғысым шексіз. Кездескенше достар.